Good day, children. How is it going? Now let's begin today's our new lesson. Open your pupils book on pages 83, 84, 85. Module 6, Healthy World. Lesson Healthy Bodies 2. We do all exercises. Қайырлы күн балалар. Кітабымыздың 83-84-85 бетін ашамыз. Сол беттегі бұл 6-шы модуль, яғни дені сау әлем. Солының ішіндегі деннің саулығы 2 деген тақырып. Осы беттегі барлық жаттығулардың қалай дұрыс орындалу керектігін мен сіздерге қазір жақсылап түсіндіріп беретін боламын. Сіздер ол үшін менімен бірге болыңыздар. Және каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Ал кеттік онда менімен бірге жаттығуды орындап бастайық. Exercise 3. Make sentence to complete the poster. Постердегі сөйлемдерді толықтырыңыздар деп тұр. Бұл постерде жазылып тұр. 4 ways to a healthy body. Біздің деніміздің саулығына әсер ететін 4 жол. Бірінші, eat more fruits and vegetables. Яғни күнделікті көп көкөністер және жемістер жеу. Get active every day. Күнделікті өмірде белсенді болу. Үшінші, drink a lot of water. Яғни көп мөлшерде су ішу. Sleep 10 hours. Яғни күніне 10 сағат ұйықтау. Балалар, егер осы әдеттерді өзіміздің өмірімізде ұстанатын болсақ, біздің деніміз сау және де бойымыз өте үлкен болып өсетін болады. Біз сол үшін осыны ұстанып жүреміз. Келесі жаттығуға көшейік. Келесі, in Paris write 2 more ways to a healthy body. Draw pictures, present them to the class. Бұл жерде бізге жұптық жұмыс берілген. Яғни біздің деніміздің жақсы болуына, деніміздің сау болуына 2 өзіңнің нұсқаңда бер дейді, және соның суретін сал, және де оны сыныбыңның алдында қорғап шық деп отыр. Do exercise every day, яғни күнделікті жаттығу жасау. Eat healthy food, пайдалы тағамдар жеу. Take vitamins, витамин ішу. Eat fruits, жемістер жеу. Next, let's learn new words. Балалар, бүгінгі сабақтың жаңа сөзін есімізге сақтап алайық. Salt and pepper, cabbage, pizza, sausage, olive oil, mayonnaise, cucumber, mushrooms, lettuce, mustard. Келесі тапсырмада осы жаңа сөздерді пайдаланып жаттығуларды орындайық. Next, exercise 5. Listen, point and repeat then match. Жаңағы өткен жаңа сөздерді есімізге түсіріп, сәйкестендіру жұмысын орындауымыз керек. Бірінші B, екінші E, F, G, D, J, A, C, L, H. Біз жаңа сөздерді білеміз, және де мына жерде суреттер берілген, суреттеріне қарап сәйкестендіріп шығамыз. Дәптерімізге жазып алайық. Next exercise is 6. You want to make a salad. In pair, decide what to include. Яғни, бұл да жұптық жұмыспен салат жасаймыз. Осы жердегі тұрған заттардың барлығын қосып салат жасап шығамыз. Мен бір салатты жаздым. Salad, put some tomatoes and cucumbers and then add salt and pepper. It's called fresh salad. Sometimes we add mayonnaise. Яғни осылай өз ойларыңыздан салат жазып шығасыздар. Study spot грамматикалық түсіндірме. Бұл жерде балалар present continuous tense берілген. Созылмалы осы шақ, яғни дәл қазіргі болып жатқан іс-әрекетті білдіреді. Сіздерге формуласын жазып қойдым. Subject plus to be plus verb ing. For example, Tina and Mary are cooking now. Tina мен Mary қазір тамақ жасап жатыр. They are having a birthday party this afternoon. Түсте оларда туылған күн кеші бар дейді. Және де I am teaching now. Қазір мен сіздерге үйретіп жатырмын деген секілді сөйлемдерді жасасақ болады. Next, exercise 7. Match and talk with your friend. Яғни сәйкестендіру жұмысы және досыңызбен сөйлесеміз. Wash the dishes, ыдыстар жуу. Helping at home makes my mom happy. Яғни үйде көмектесемін және де анамды қуантамын. Осылай сәйкестендіру жұмысын жасап, дұрыс нұсқасын сіздерге жазып қойдым. Астындағы енді then talk with your friend. Досымызбен сөйлесеміз. What are you doing?
Қазір не істеп жатырсың? I'm going to the gym. Мен спортзалға бара жатырмын. Going to the gym, спортзалға бара жатырсың ба? Yes, exercising gives me more energy. Жаттығу жасаған маған көп күш береді дейді. Сол сияқты осы екі бағандағы сөздерді қатыстырып өздеріңіз сұрақ-жауап құрастырыңыздар. Next exercise 8. Who is doing what for tomorrow party? Listen and match, then say. Яғни, қазір аудио тыңдаймыз, сол аудио тыңдау арқылы мынау сәйкестендіру жұмысын орындаймыз, балалар. Okay, everyone. We need to get all the things ready for tomorrow's party. Who is going shopping? Carly Gash? No, I'm not. Ayalim is going shopping. I'm decorating the house. Oh, okay. What about you, Bakitsan? What are you doing? I'm cooking some pasta, and I'm making some sandwiches too. Excellent. Nurzan, what are you doing? I'm bringing some CDs. I'm playing some music, of course. Балалар, аудионы тыңдасақ, енді жаттығуды сәйкестендіру жұмысын орындаймыз. Яғни мен сіздерге дұрыс нұсқасын жазып қойдым. Соны қайта-қайта оқып және аудионы тыңдап жаттығамыз және дәптерге жазып аламыз. Next exercise 9. Let's play, яғни ойын ойнайық. Біз өткен сабақта, өткен күні не істедік, қандай зат сатып алдық, яғни жаңа сөздерді пайдалана отырып, бір-бірімізбен әңгімелесеміз. I was at the supermarket with my mom. Мен супермаркетке анаммен бірге бардым. We bought mushrooms and cabbage, cucumbers. Мен саңырауқұлақтар, орам жапырақтар, қиярлар сатып алдым. Осылай бір нұсқасын жазып қойдым. Осы секілді өз нұсқаларыңызды жазып, айтып үйреніңіздер. Бүгінгі жаңа сөздерді есімізде түсіріп, жаңа сөздерді қайталаймыз. Сабақ сіздерге ұнаса, каналымызға тіркеліп, лайк басып өтіңіздер.